піскен сиыр еті керек болады. Қара бұрыш, қызыл бұрыш, болгар бұрыштары, бірақ болгар бұрышын мына жартысынан аламыз. Кинза, көк пияз, қызанақ, соевый соус, паприка, чеснок, сұйық май. Етімізді соломка қылып тураймыз. Ет, перец, пияз бәрін соломка қылып тураймыз. Қызанақтың тек етін пайдаланамыз өзін сыртқа. Енді кинзаны ірілеу қылып қойымыз. Чеснок. Чеснокты ортасына. Қызыл бұрыш, ащы қызыл бұрыш. Міне жарты қасықтай чеснокты үстіне саламыз. Паприканы, оның үстіне салмайын, паприканы бөлек саламыз бұлай. Қара бұрыш, құттай қасықтың кішкентай ұшынан, тек кішкентай. Енді сұйық майымызды қыздырып, мына чеснок пен қызыл бұрыштың үстіне құямыз. Содан кейін соевый соусты салып араластырамыз. Енді соевый соусты құйып араластырамыз. Таван ыстамыз, май құймаймыз. Құттай күнжіт саламыз. Шамалы орнымызда салаттың бетіне саламыз. Салатым дайын болды.